Ассалаумағалейкум ағайындар. Мінекей кеше алдыңғы күні Шалқар ауданынан шығып, осы Қаракесек руын зерттеуге келдім. Соның ішіндегі осы Қаракесек руынан тараған, осы Әйтектен тарағандар, Маңғабайдан тарағандар, Шекеден тарағандардың барлығы да түгел осы арада жатыр екен. Солардың ішіндегі ерекше бүгін құлпытасқа тіреліп тұрмын. Бұл құлпытас кезінде мына кісінің батыр болғандығын жақындатшы мыналар айқындатып. Мына жерге біздің сызбағанымызды мына жерде анық көрсетіне. Бұрыннан салынған екен. Бұл батыр болған кісі екен, мына кісі. Батыр болған, аты Кейкі деген. Қазір мен оқимын. Бұл кісі 1869 жылда Қаракесек руы Қонақбайдың тайфасы, Әйтек аймағы, Тотай баласы Кейкі дейді. Иксан бір дейді. 91 yaşında уфат болды дейді. Уфат болды. Бұл ташыны баласы қылдырған мына кісінің. Кәкен берді дейді, Кейкінің баласы дейді. Мында солай деп тұр. Ол баласы бар жоғын білмеймін. Мына құлпытас, егерде бұл кісінің баласы болмаса, мына баласы деген сөз жазылмайды бұл араға. Значит, мына бала мына кісінің Кейкінің баласы болған айдан анық болып тұр. Сондықтан да еш күмән болмасын. Мұны жазған біз емес, бізге дейінгі ата-бабаларымыз қайтыс жазып кеткен. 81 деген ғой. 81 жасында қайтыс болды деп тұр. 5 қару түгел салынған, батыр болған адам кезінде. Сол ағайын, әлде де мынарада тағы да құлпытастар бар, тағы да оқимын. Мына бейіттердің бәрін көрсет, бұларда қаншама бейіттер жатыр. Осылардың бәрі Әйтектен, жаңағы Шекеден, және де басқадан тараған ұрпақтар. Шетінен оқып келе жатырмын. Қазір оқи да беремін.